Сәлем, сіздермен Нағима Қалжан. Бірінші видеоны көрместен бұрын тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Бүгін сіздермен өте дәмді, оңай, әрі жеңіл рецептімен бөлісетін боламын. Жет-желпігім рецептімен. Ендеше кеттік. Таза табағымызды алып, бір кесе сүтімізді құйып аламыз. Оның үстінен жылылау суымызды, міндетті түрде жылы болу керек. Жылы болғанда да сәл қатты ыстықтау болу керек. Себебі біз дрожжбен илейміз, сол кезде қамырымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Үстінен тұз, дрожж және де шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстінен ұнымызды саламыз. Ұнды жаймендеп салуыңыз керек. Бірден салып жіберсеңіз, қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Сол себепті жай-жайдан араластыра отырып, қолдың көмегімен илейтін боламыз. Осылай жылы жерге крышкасын жауып, жақсылап орап қоямыз. Себебі қамырымыз сәл болсын көтерілуі керек. Жылы жерге қойыңыз, міндетті түрде жақсылап көтерілетін болады. Міне менің қамырым дайын болды. Өте әдемі жұмсақ қамырым дайын болды. Бірінші осылай мен бауырсақ пісіретін осындай табан бар өзі арнайы. Осыған майымызды құйып бірінші, астын сәл қатты қойып, майымызды тұшытып аламыз бірінші. Келесі кезекте осылай тақтайымыздың үстіне ұнымызды сеуіп, осылай 7 бөлшекке бөліп, қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Қалың болса арасы қам болып қалуы мүмкін. Қатты да жұқа қылып жүрмеңіз. Қызып тұрған майымызға осылай жайылған шелпегімізді салып, екі бетін қызартып, кезекпен кезек қызартып алатын боламыз. Міне менің жет-желпектерім дайын болды. Сізге ұнаған болса лайк басыңыз, тіркеліңіз және де келесі кездескенше